2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілетін кодексте арнаулы салық режимдерінің саны 7-ден 3-ке дейін қысқартылған. Айталық, олар өзін жұмыспен қамтығандар, ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері. Соның ішінде мобильді қосымшаларды пайдаланып, патент негізінде жұмыс істеп жатқандар үшін арнайы салық режимі әзірленді. Қамтығандарға арналған арнаулы салық режимі жалдамалы қызметкерлер санын қолдана алмайды. Кірістік мөлшері айына 300 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Салықтық мөлшерлемесі 4%-ді құрайды. 4% міндетті әлеуметтік төлемдер төленеді. Жеке табыс салығы төленбейді. Тағы бір жаңалық, салық есептілігінің көлемі 30%-ға қысқарды. Әлеуметтік салыққа қатысты басты өзгеріс 5% мөлшерлемені белгілей отырып, әлеуметтік салық пен аударымдардың өзара байланысының алынып тасталынуы. Шаруа қожалықтары үшін жаңа заңнамада өзгеріс жоқ, бұрынғыдай кірістен ұсталатын салық мөлшері 0,5% болып қала бермек. Фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі, бұл салық режимінде өзгеріс салықтық жеңілдіктер сақталды. Тек жеке табыс салығын ғана төлейтін болады. Бірыңғай жер салығы алынып тасталды. Салықтық мөлшерлемесі 0,5%-ды құрайды, кірісінен 0,5%-ды құрайды. Маңызды өзгерістер инвестиция тартуды ынталандырып, салық жүктемесін әділ бөлуге бағытталған. Сондай қосылатын құн салығының жаңа базалық мөлшерлемесі 16% болып бекітілді. Бірақ бұл көлем медициналық қызмет көрсететіндерге 5%, 2027 жылы 10% болып бекітілді. Демек, медициналық мекемелер салық мөлшері аз болғандықтан науқастарға қымбат бағада қызмет көрсетпейді. Ботагөз Хитжанова, Арман Досмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.